Сәлеметсіздер ме? Қазір кеңінен таралған электронды шақыру жасауды сіздерге көрсеткім келіп отыр. Бұл шақыруды кез келген тойларда немесе ұзату тойларына, сонымен қатар ұстаздарға әртүрлі іс-шаралар, ашық сабақ, қорытынды кештерде пайдалануға болады. Өте әдемі шығады. Сіздерге бір үлгісін көрсетіп жіберейін. Осылай өздеріңіздің қалауларыңызша әртүрлі қылып жасауларыңызға болады. Міне осындай электронды шақыруды қалай жасаймыз? Мен сіздерге соны көрсетіп жіберейін. Кез келген браузерге кіріп, іздеу жолағына tilda деп жазамыз. Осы кезде шыққан ең алғашқы параққа кіреміз. Сайтқа кіреміз. Бұл жерде бізде тіркелуді сұрайды, немесе бұрын тіркелген болсаңыздар кіруді сұрайды. Енді сіздерге тіркелуді көрсетіп жіберейін. Регистрация дегенді басамыз. Осы жерде өздеріңіз аттарыңызды, электрондық пошталарыңызды және өздеріңіздің қалаған парольдеріңізді қойып тіркелесіздер. Менде енді қазір бұрыннан тіркелген логин паролім бар, сондықтан да войти арқылы кіремін. Осы жерден создать новую страницу дегенді басамыз. Осы кезде бізге неше түрлі шаблондарды өзі ұсынады сайттың. Қаласаңыздар, осы шаблондардан алып пайдалансаңыздар болады. Мен қазір сіздерге басынан бастап түсіндіру үшін пустая страница деген таңдаймын. Бізге мынандай парақ ашылды. Осы жерде міне все блоки деген бар. Өзіңізге қажетті осы жерден обложка, мәтінді, суреттер қою үшін кез келген осы жерде батырмаларды қолдана аламыз. Бірінші бізге обложка қажет, ол үшін обложканы басамыз. Осы жерден өзіңізге таңдауымызға болады. Немесе өздеріңіз кез келген өзіңізде бар суреттерді қоюларыңызға болады. Мына жерден біріншісін алайын. Бізге обложка түсті. Осы жерден бұл обложканы өзгертуімізге болады. Контентке барамыз. Осы жерде міне тақырыптарды өзгертуімізге болады. Шақыру. Жерге өздеріңіз қалауларыңызша жазсаңыздар да болады, жазбасаңыздар да болады. Описаниеге мен жазып кетейін. Номері 73-ші орта мектеп. Құрметті әріптестер деп жазайын. Құрметті әріптестер. Шақыратын адамдарыңызды жазасыздар. Мен ашық сабаққа жасап көрсетейін қазір мұғалімдер үшін. 5-ші А сыныбында өткізілетін информатика пәнінен мысалы ақпарат тақырыбындағы ашық сабаққа шақырамыз. Өткізілетін информатика пәнінен ақпарат тақырыбындағы ашық сабаққа шақырамыз. Енді мына жерден басқа обложкаға басқа сурет қоюға болады. Ол үшін мына жерде загрузить файл таңдаймыз.
осы жерден өздеріңіздің компьютерлеріңізде бар кез келген суретті алуларыңызға болады. Мен таңдай салайын. Түсті. Сохранить и закрыть дейміз. Бізге обложкамыз түсті. Енді мына жерде шақыру дегенді кішірек болып қалыпты. Осыны үлкейту үшін ерекшелеп аламыз. Мына жерде мәтінді өңдеуге арналған батырмалар тұр. Мына жерде меню қатарында жирный қылып, шрифтін өзгертуге болады. Мына жерден размер текста деген мына жерден өзгертсек болады. Қалауымыз бойынша түсін өзгертуіміз де болады. Цвет тексті арқылы қызыл болмаса басқа өзіңіздің қалаған түстеріңізді қойсаңыздар болады. Мына жерде де бұларды солай өздеріңіздің қалауларыңызша өзгертсеңіздер болады. Қалыңдатып жіберейін. Ерекшелеп аламыз алдымен. Сосын мына жерден таңдаймыз. Негізгі мәтінді жаздық. Енді бізге тағы да қосу керек болса, астынан все блокидің ішінен болмаса мына жерден таңдауға болады. Біз астына сурет қосайық. Изображение деген таңдаймыз. Осы жерден үстінен бассақ, загрузить файл деген шығады. Осы жерден бір кез келген оюды қойғым келіп тұр мен. Арасына әдемі шығу үшін. Енді мына жерде аралары қатты ашық болып кетті. Осы жерді дұрыстау үшін, жақындату үшін настройкаға барамыз. Осы жерден отступ дегенді қысқартамыз. Өздеріңізге ыңғайлы 0 болмаса одан да кішірейтсеңіздер болады. Сонымен қатар мына жерде диапазон өзгертсеңіздер болады. Сол кезде арасы жақындады, әдемі шығу үшін. Енді бізге күнін жазуымыз керек. Қай күні өтеді. Ол үшін бізге текст дегенді алсақ болады. Текстті өшіріп аламыз. Өтетін орны. Информатика кабинеті. Болатын күні. Күні мысалға 15-ші қыркүйек деп алайын. Уақыты 11-де. Бұның да мәтінді өзгерте беруге болады. Ерекшелеп алып, түсін, түрін қалыңдатып өзгерте берсеңіздер болады. Өздеріңізге сәйкестеп применить. Сосын бұны ортаға қарай қоюға болады. Өз қалауларыңызша жасай бересіздер. Енді келесі мына жерде разделитель қойғым келіп тұр. Ол үшін все блокыға барып, разделитель линия мына жерден таңдап алсаңыздар болады. Бізге түсті. Енді бұл төмен қарай түсіп кетті. Мен жоғары қарай көтеретін болсаңыздар, мынаумен қоя аласыздар. Төменгі жағында тұра берсін. Жоғары жағында сурет бар менде.
Енді бұлардың да арасын жақындатуымызға болады. Отступ арқылы настройкаға барып, отступ арқылы жақындатсақ болады. Өте әдемі. Енді астына өздеріңіз сол сыныптың сабақ өтіп жатқан уақыттарыңыздағы суреттеріңізді кірістіруге болады. Болмаса, біз қазір тағы да бір сурет қояйық. Ол үшін изображениеге кіріп, таңдап изображение патромасын үстіне басамыз. Загрузить файл. Бізде мектептің суретін қояйын мен. Бұның да арасы алыстап кетті, сондықтан арасын отступты қысқартайық. Өз қалауларыңызша жасауға болады. Мына жерде суретті кішірейтіңкіреп жіберейін. Енді ашық сабақ өтетін мұғалімді жазсақ болады. Ол үшін все блокыға барып, мына жерден егер бірлестікте қорытындыға жасағыларыңыз келіп жатса, мыналарды алып, әдемі алып қоюға болады. Бірнеше мұғалімді кірістіруге. Өте әдемі шығады. Енді бізге бұның қажеті жоқ, сондықтан да алып тастаймыз. Өздеріңіз изображение арқылы видео қоюларыңызға болады. Егерде ютубта өздеріңіздің видео шығып тұрсын десеңіздер, осындай видео қоюға болады. Кез келген. Бұны да өздеріңіздің сілтемелеріңізді қоясыздар, контент арқылы. Мына жерге сілтемесін қоясыздар, сол кезде өздеріңіздің видеоларыңыз шығатын болады. Қазірше бізде тұра берсін. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Сонымен қатар, мына жердегі тұрған кез келген блокты пайдалансаңыздар болады, өз қалауларыңызға сәйкес. Мына жерде контакты, немесе әлеуметтік желілерге сілтеме қойғыларыңыз келсе, мына жерден қоюларыңызға болады. Барлығы бар. Мына жерден контентті басу арқылы өздеріңіздің әлеуметтік желілеріңізге сілтеме қойсаңыздар болады. Добавить пункт арқылы WhatsApp қосуға болады. Өздеріңізге шығу үшін, болмаса Instagram'дарыңызды қосуға болады. Барлығы түсінікті деп ойлаймын сіздер үшін. Алдағы уақытта тағы да осындай керек ақпараттармен бөлісетін боламын. Каналыма жазылып кетіңіздер. Қателеріңізге жарасын. Назар аударғандарыңызға рахмет.